жылдарда өз қазағын, өзі халқын атқанды құрбан еткенді көздеріміз көрген қазақтарымыз тұрған мына жерде. Ешқашан біз желтоқсанды, Жаңаөзенді ұмытпаймыз. Желтоқсан, Жаңаөзен ұмытпаймыз, кешірмейміз. Қаңтар, ұмытпаймыз, кешірмейміз. Қаңтар, ұмытпаймыз, кешірмейміз. Қаңтар ұмытылмайды. Тағы да бір қосып айта кетерім, мына Жаңаөзенде мұнайшылар қазірде, дәл қазірде қанша күннен бері Жаңаөзеннің мұнайшылары өздерінің талабын айтып, ал сол жерде тұр. Бірақ олардың талабына бір өкіметтің адамы барып, жағдайын сұрап, немесе қандай талаптарыңыз бар деп әлі күнге дейін сұраған жоқ. Мысалға дәл бағана Досаев осы халықпен тұрғанда әр біріміз сол Досаевқа айтатын едік мына жерде. Сұрақтарымызды қояр едік. Өкімет тарапынан мына қақаман қыстың күні ұйықтамай қанша күннен бері тұрған Жаңаөзендіктерден биліктен бір адам барып хабарласады ма деген хотя бы бір сұрақты қойып жауабын алар едік. Өздеріңіз көріп тұрғандай Досаев деген таңертең пока ешкім жоқ кезде келді де өзінің нөкерлеріменен гүл-шоқын қойды да кетті. Халықпенен шаруасы жоқ ешқандай. Біз Жаңаөзендіктерді қазір тұрғандарды да қолдаймыз. Қолдаймыз. Мен Алматы облысы әкімдігінің өкілі Мұсаев Аманжол Кеңесбайұлы сіздерге келесіні хабарлаймын. Қазақстан Республикасында бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу тәртібі туралы заңға сәйкес бейбіт жиналысты ұйымдастыру жергілікті атқарушы органға хабарлама берілген. Алайда аталған хабарлама сіздердің тараптарыңыздан келген жоқ. Осыған орай бейбіт жиналысты ұйымдастырушыларға және қатысушыларға